Бүгінгі қарастыратынымыз ASMP сайтындағы жолдар деген есеп. Бұл есептер графтар арқылы шығарылатын есеп. Граф деген ұғымды түсіндіріп кететін болсақ. Граф нысандар мен олардың арасындағы байланыстар жиынтығын айтады. Нысандар графтың төбелері деп, ал байланыстар графтың қабырғалары деп аталады. Графта қолданылатын саласына байланысты байланыстар саны қабырғалар бағытымен және төбелеріндегі әртекті қасиеттерімен ажыратады. Көптеген есептерді нысандарды графтармен сипаттауға болады. ASMP сайтындағы мысалмен есепті түсіндіретін болсақ, 5 төбе болатын болса, бірінші төбеден екінші төбеге байланыс бар. Екінші төбе мен бірінші төбенің арасында тағы да байланыс бар. Енді екінші төбе мен үшінші төбенің арасында байланыс болса, және тағы 2 мен 4-тің арасында байланыс бар деп есептесек, жалпылама есепте 3 байланыс бар. Ал 5 ешқандай төбемен байланысы жоқ. Ең бірінші біз есепте қолданатынымыз b тең болады матрицаның екеуін қолданамыз үтір арқылы. Және бос тізім жасалады және оған кіріс тізімдері мен элементтері қосындысы қосылады. For i in range int input жақша қойсақ. For in range input дегеніміз пайдаланушы кіріс ретінде көрсеткенше бірнеше рет орындалатын цикл орын алады. Ал a тең list map int үтір input жақшаны ашамыз, нүкте split жақшаны ашамыз және жақшаны жабамыз. Бос орындармен бөлінген сандар қатары енгізіледі. Содан кейін бұл жол бүтін сандар тізіміне түрлендіріледі. b нүкте append жақшаны ашып sum жақшаны ашып a десек, бұл жерде A тізімінің элементтеріне қосындысы есептеледі және B тізіміне қосылады. Print жақшаны ашып sum жақшаның ішінде B 2-ге бөлу және жақшаны жабамыз. Яғни print басып шығару деп аударылады. Шығу дәл осы графтарды 2-ге бөлу арқылы біз есептің шешімін таба аламыз. Осылайша графтарға шығарған есебіміз дұрыс болып шықты. Оның дұрыстығын біз ASMP сайтынан қарап көреміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.